Менің арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен және әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай жұмыртқаның ақуызынан ғана жасалатын бисквитті рулеттің рецептісімен бөліскім келеді. Егер сізде ақуыздар көбірек жиналып қалып жатырса, сары уызды пайдаланып, ақуыз қалып қойған жағдайда осындай рулет жасасаңыз болады. Мен ең алдымен осылай ақуызымды ыдысыма құйып алдым. Ыдыс өте құрғақ болу керек. Ыдыстың миксерлейтін ыдысымыз да және венчиктің басы да құп-құрғақ болып тап-таза болып сүртілуге міндетті ол. Және осылай 250 грамм өлшеп құйып алдым. Сосын жайлап жылдамдықпен бастадым соғып. Кішкене көпіріп бастағаннан кейін сәл ғана тұз салып, осылай көпіргенше өзім кішкене соғамын. Кәдімгідей пенка пайда болып көпіргеннен кейін қантымды бөле отырып саламын. Бірінші 180 грамм қантты мен 3-ке бөліп саламын. Сосын әбден ағарғанша миксерлей береміз. Жылдамдықты күшейтемін, максимальный скоростьқа қоямын уже. Сосын жайлап қантымды сала отырып бисквитімді миксерлей беремін. Мен әзірше белогым соғылып жатқан кезде міне құрақ ингредиенттерімді дайындап қойдым. Ұнымның үстіне жүгері крахмалын және де қопсытқышымды салып, үшеуін араластырып қоямын дайындап. Міне менің ақуызым соғылып бола келді. Ақуыз қойылған кезде міне осындай құп-қою болу керек. Венчиктің басына тұрып қалатындай. Бұл ақуызды қазір ұн салып араластырған кезде басып алмау керек. Астынан үстіне қарай бір бағытта ғана жайлап ұнды бөліп саласыздар. Жаңа құрғақ ингредиенттерімізді бөліп сала отырып, астынан үстіне қарай басып алмай жаймен араластырамыз. Әбден түйіртпектің бәрі кетіп, ешқандай ұны қалмайтындай етіп, бәрі біркелкі массаға айналғанға дейін жайлап осылай астынан үстіне қарай басып алмай жаймен араластырып аламыз әбден. Міне менің массам бірікті, біркелкі массаға айналды. Қазір мен формама құятын боламын. Менде духовкадегі противеннің формасы 30-40. Осыған осылай пергаментімді жайып алдым. Силиконовый коврик болсын, пергамент болсын, өздеріңізде қандай пайдаланасыздар, соны сала бересіздер. Осылай қылып, бір тегіс қылып, барлық жеріне жайып алып, 160 градуста 20 минут пісіріп аламын. Міне менің бисквитім пісіп шықты. Ыссы күйінде бұны бисквитті міндетті түрде орап тастау керек. Осылай полотенцені алып, рулет қылып, осылай ыссы күйінде бірден орап тастайсыздар. Суылғанша осылай тұрып суылу керек. Мен қазір бисквитім суылғанша кремді дайындап қоятын боламын. Мына жерде менде творожный сыр, сливки және қантымды салдым. Соны жақсылап әбден қойылғанша миксерлеп алдым. Осындай қою крем шықты. Енді қазір бисквитім де суыды. Мен бисквитті міндетті түрде пропитка жасаймын. Тек сүттің өзіме ғана пропитка жасадым мына жерде, себебі бисквитім менің белоктан өзі тәтті, крем де тәтті, сондықтан да өте тәтті болып кетпеу үшін тек қана сүттің өзіме ғана пропитка жасадым. Енді осылай кремді кішкене бетіне әсемдеуге бөлек салып алдым да, қалғанның бәрін түгел арасына жағып, қазір бір тегіс қылып кремді бисквиттің бетіне жайып шығамын. Кремді салып болған соң бисквитімді осылай орап тастаймын рулет қылып. Енді бетін өздеріңіздің қалауларыңызша жаңа алып қалған креммен әсемдейсіз. Мен осылай өзімнің насадкамен осындай өрнек салып шықтым бетіне. Міне менің рулетім дайын. Мен қазір бір түнге бұны рулетті холодильникке қойып тастаймын. Бір түн болмаса да, тым болмаса 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып алып пайдалансаңыздар, сол кезде кішкене крем сіңеді.